Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп математика пәнінің мұғалімі Кенжеғұлова Ләззат Сәкеновна. 6 сынып математика. Сабақтың тақырыбы: екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу. Сабақтың мақсаты: теңдеулер жүйелерін қосу тәсілімен шешу, мәтін есептерді теңдеулер жүйесін құрып шығару. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі қосу тәсілімен 3 жағдайда шешіледі. Бірінші жағдай: теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болғанда. Мысалы, 2x минус 3y тең 9, 4x плюс 3y тең 27 теңдеулер жүйесі берілген. Теңдеулердің сол және оң жақтарын мүшелеп қосайық. Сонда 6x тең 36, x тең 6-ға. Осы 6-ны теңдеулер жүйесінің екіншісіне қойсақ, 4 көбейтілген 6 плюс 3y тең 27 шығады. 24 плюс 3y тең 27. 3y тең 27 азайту 24. 3y тең 3, y тең 1-ге. Жауабы: x тең 6-ға, y тең 1-ге. Екінші жағдай: теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың біреуінің коэффициенттері тең болған жағдайда. Мысалы, 7x плюс 2y тең 9, 5x плюс 2y тең 11 теңдеулер жүйесі берілген. Теңдеулердің біреуінің екі жағында минус 1-ге көбейтіп, теңдеулерді мүшелеп қосу керек, немесе теңдеулердің біреуінен екіншісін азайту керек. Сонда 7x плюс 2y тең 9, екінші теңдеу минус 5x минус 2y тең минус 11 болады. Осыдан 2x тең минус 2, x тең минус 1-ге. Енді осы минус 1-ді бірінші теңдеуге қойсақ, 7 көбейтілген минус 1 плюс 2y тең 9. 2y тең 9-ға 7-ні қосамыз. 2y тең 16. Y тең 8 болады. Жауабы: x тең минус 1, y тең 8. Үшінші жағдай: теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың ешқайсысының коэффициенттері өзара тең емес және қарама-қарсы сандар да емес болған жағдайда. Мысалы, 3x плюс 5y тең 16, 2x плюс 3y тең 9 теңдеулер жүйесі берілген. Бұнда бірінші теңдеуді 2-ге көбейтеміз, екінші теңдеуді минус 3-ге көбейтеміз. Сонда мынандай теңдеулер алынады. Бірінші теңдеуіміз 6x плюс 10y тең 32. Екінші теңдеуіміз минус 6x минус 9y тең минус 27. Екі теңдеуден де мүшелеп қосқанда y тең 5 болады. 6x плюс 10 көбейтілген 5 тең 32. 6x тең 32-ден 50-ді аламыз. 6x тең минус 18. X-ті тапсақ минус 3-ге тең. Жауап: y тең 5, x тең минус 3. Енді теңдеулер жүйесін мүшелеп қосуға есептер шығарайық. Бірінші тапсырма: теңдеулер жүйесінің неше шешімі бар? Бірінші теңдеулер жүйесі 2x минус 5y тең 1, 6x минус 15, y тең 3. Екінші теңдеулер жүйесі x плюс 7y тең 19, 2x плюс y тең 12. Үшінші теңдеулер жүйесі 5x минус 3y тең минус 3. Минус 5x плюс 3y тең 8.
бірінші теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші теңдеуді минус 3-ке көбейтеміз. Сонда минус 6х плюс 15y тең минус 3 болады. Екінші теңдеу сол күйінше қалады. Мұнда жауабы шексіз көп болады. Екінші теңдеулер жүйесі x қосу 7y тең 19. 2x қосу y тең 12. Бірінші теңдеуді минус 2-ге көбейтеміз. Сонда бірінші теңдеу минус 2x минус 14y тең минус 38 түріне келеді. Екінші теңдеуді сол күйінше қалдырамыз. Екі теңдеулерді мүшелеп қосқанда минус 13y тең минус 26 болады. Осыдан y-ті тапсақ 6-ға тең болады. 2x қосу 6 тең 12. 2x тең 6. X-іміз 3-ке тең болады. Жауабы x тең 3, y тең 6. Теңдеулер жүйесінің екі шешімі болады. Үшінші. 5x минус 3y тең минус 3. Минус 5x плюс 3y тең 8. Мұнда теңдеулер жүйесін мүшелеп қосқанда арқылы біз шешімі жоқ екендігін көріп отырмыз. Тапсырма 2. Енді мәтін есептерді теңдеулер жүйесін құрып, қосу тәсілі арқылы шешейік. Екі санның арифметикалық ортасы 19, айырмасы 4-ке тең. Осы сандарды тап. Теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Бірінші теңдеу a қосу v жақшаның ішінде бөлу 2 тең 19. a азайту v тең 4. Екінші теңдеу. Теңдеулер жүйесі a плюс v тең 38, a минус v тең 4 түріне келеді. Осыдан мүшелеп қосу арқылы 2a тең 42-ге. a тең 42-ні 2-ге бөлгенде 21-ге. 21 қосу v тең 38. V-ны тапсақ 38-ден 21-ді азайтамыз. v тең 17-ге. Жауабы a тең 21-ге. Екінші санымыз v тең 17-ге. Үшінші тапсырма. Теплоход 2 сағат ағыспен жүзіп, 50 км қашықтыққа барды. 3 сағат ағысқа қарсы жүзіп, одан 10 км қашықтықты артық жүзді. Теплоходтың меншікті жылдамдығын және ағыс жылдамдығын тап. Шешімі. V деп теплоходтың меншікті жылдамдығын белгілейміз. A деп ағыс жылдамдығын белгілейміз. Енді теңдеулер жүйесін құрамыз. 50 тең 2 көбейтілген жақшаның ішіне v қосу a. 60 тең 3 жақшаның ішіне v минус a. Ағыспен жүзгенде v-ға a-ны қосамыз. Ағысқа қарсы жүзгенде v-дан a-ны азайтамыз. Сонда теңдеулеріміз мына түрге келеді. 25 тең v плюс a, 20 тең v минус a теңдеулер жүйесі пайда болады. Осыдан қосу тәсілін пайдаланып 45 тең 2 v-ға. V-ны тапсақ 45-ті 2-ке бөлеміз. 22,5. Енді 25 тең 22,5 қосу a. A-ны тапсақ 25-тен 22,5-ті азайтамыз. A тең 2,5. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 22,5, ал ағыс жылдамдығы 2,5 км сағат. Осымен сабағымыз аяқталды.